Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Күлтөбе студиясының тұрақты оқырмандары, біздің ерекше қазақша нақыштағы Күлтөбе студиясында жайдарманшы, веб-сериалдардың актері, танымал блогер Жолдықожаев Бегұлан, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Саламатсыздар ма? Беке, ең алдымен өзіңіздің мынау уақыт тауып біздің студияға сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін мекеменің, ұжымның атынан, әріптестерімнің атынан алғысымды білдіремін. Жастар туралы өзіңізбен бүгін сөз сұхбат өрбітетін боламыз. Коммуникация, қоғамдағы жастардың орны, рөлі, жастардың құндылықтары туралы айтатын боламыз. Ендеше ең әуелгі сұрақмен мынадан бастағым келеді. Бүгінгі жастардың құндылықты өлшеудегі критерийлері қандай? Жаңа өзіңіз де айтып өттіңіз, жайдарман ойнағаныңызға 10-15 жылдан астам уақыт өткен екен. Ол кездегі жастардың құндылығы қандай еді? Бүгінгі жастар қандай құндылықтарға басымдық береді? Рахмет, алдымен шақыртуларыңызға рахмет. Қаншама подкасттарға барып жүрміз. Мына жерде өзіңді еркін ұстайды екенсің, өйткені үйіңде отқандай қазақ нақышта киіз үйдің ішінде күй ойнап жатқан сияқты. Мына жерде қазір бишілер кіріп қалатын секілді. Дастарханның басында шай үстіндегі әңгіме ғой былай. Иә, шай үстіндегі әңгіме. Рахмет шақыртуларыңызға. Сұраққа жауап берейін. Платформалар өте көп қой. Бірақ шынымды айтайын, дәл осындай қазақи нақышта бір қазақы киіз үйдің ішінде отырып сұхбат беретін орталыққа бірінші рет келіп тұрмын. Шақырғандарыңызға рахмет. Иә. Қызықты сұхбат болады деп сенемін. Үлкен рахмет сізге де. Әуелі мынау уақыт тауып, алтындай уақытыңызды бөліп біздің шақыруымызды қабыл алғаныңызға. Жалпы біздің жаңа өзіңізде де айтып жатырмыз. Еркін формат, қазақша нақыш. Өзіңізбен бүгінгі жастар туралы, мәдени коммуникация, жастардың құндылықтарды бағалауы, осы туралы аз кем сұхбат өрбітетін боламыз. Ендеше жеке бастайық. Беке, жастардың, сіз енді жайдарманның арасында жүрсіз. Қанша жыл жайдарман ойнадыңыз? Жайдарманда 2009 жылы 15-16 жыл ғой енді. Иә, 15 жылда. Енді тұрақты түрде демесек те, әрине оның ішінде маусым ашарға барған жылдарыңыз бар, әртүрлі фестивальдарға қатысқаныңыз бар, танымал жайдарманшы екендіңіз өтірік емес. Енді осы сұрайын дегенім, жастардың бүгінгі құндылықтары қандай? Мысалы, осыдан 15-20 жыл алдыңғы жастармен бүгінгі жастар салыстыруға мүлдем келмейді. Қазір TikTok-тың, Instagram-ның заманы дегендей. Осы сөзден бастасақ, құндылықты қалай түсінеді жастар қазір? Бүгінгі таң енді 17 желтоқсан күні болып отыр. Датасын айта берейік, қай күн екен. Күні кеше еліміздің тәуелсіздік алған күні мерекесі өтті. Осы тақырыпта қатты қынжылатын нәрсе бірден сол кері дүниеден бастайықшы. Көшеде жаңағыдай Instagram мен TikTok әлеуметтік желілерінде, жалпы кез келген платформаларда байқасаңыз, Шәкәрім Құдайбердіұлының суретін кез келген адамға көрсетіп, мынау кім деген кезде танымай қалып отқандығы, міне қазіргі құндылықтың кері кетіп бара жатқаны. Көбісі жастарымыз білмеймін, мектептен не өтіп жатқанын. Ең болмаса сол кісіні жаттап алсайшы. Абай Құнанбаевты танымай отқаннан кейін білмеймін, ары қарай енді қаншалықты оңай болатынын, қаншалықты қиын болып кететінін. Біз енді мектеп кезінде ол кітаптың бірінші беті еді ғой, Абай Құнанбайұлы. Ахмет Байтұрсынұлы. Ыбырай Алтынсарин кітаптың бірінші беті еді ғой, ол кәдімгі мұқабасында тұрғаннан кейін. Сол нәрсенің білмеймін, бір жағынан ұмытылып бара жатыр ма, жоқ әлде бір жағынан ойлаймын, көнені, ескіні бір ауыз тоқтата тұрып жаңашылдыққа кетіп бара жатыр ма, жасанды интеллект дамып бара жатыр, тағы да қазір заман дамыған сайын біз соған қарай ұмтыламыз ба деп ойлап жатқан сияқты жастарымыз. Оны кейін үйрене жатармыз тарихта. Барлығы алға кетіп бара жатқаннан кейін, ілгері жүріп бара жатқаннан кейін соны бірінші бастаймыз ба деген ой шығар деп өзімді жұбатып қоямын. Бірақ дегенмен де жаңағыдай қателіктер ғой, енді біздің тарихымыздың бастамасы, біздің ата-бабаларымыз ол кісілер. Ол кісілердің бізге өмірдің сара жолын әдемілеп жазып кеткен кісілердің міндетті түрде ең болмағанда сол суретін тану керек дейсіз ғой. Суретін, ең жеңілі ғой. Ең жеңілі, ол кісіні танымайтындай не істеп жатсың деймін да ол балаларға. Кішкентай балалар емес, жарайды, мектеп 2-3 сынып балалар емес, сол оқитын уақыттағы балалар ғой, студент балалардан сұрап жатыр, 10-11 сынып балалардан сұрап жатыр. Мен өзім жеке сол 10 сынымда Шәкәрім оқулары, Шәкәрім өлеңдері дейтін сайысқа қатысқаным есіме түсіп кетті. Сол кезде бүкіл өлеңдерін жаттап шыққанбыз. Енді қанша есімде қалмапты, 2009-10 жылдар бір 30-40 шақты өлең жаттап бардым. Сөйтсем менен де асып кеткендер бар ана жерде.
кез келген жерден тоқтап жалғастырып жатқан оқушыларды көрдім да, осы маған 40-50 өлеңі жетеді деп қатыспай шығып кеткем қорқып. Енді бірақ дегенмен де сол кезде ұстаздардың бір ретке қоятын несі болды да бізге. Міне осы өлеңдер жатта, Абай Құнанбаевтың қара сөздерін жатта деген сияқты ұстаздардың несі өзгеріп кетті, методикасы. Бірақ дегенмен де енді тек қана осы кері тұсын ғана айтпай қойын. Бұлай жақсы жағынан да өсіп жатқан жастар өте көп. Жаңа жасанды интеллект айтып жатырмыз. Сол арқылы кеше көрдіңіздер, желтоқсан құрбандарын қандай әдемі қылып бейнелеп көрсеткен. Ол кісілерді тірілткен былай келген кезде. Көзімізге жас алып жатқан сәттер де болды. Қайрат Рысқұлбековтың біз тек қана суретін ғана білетін едік. Кешегі дүниемен сөйлетіп, сол өзінің дүйім жұртқа және өзінің анасына айтқан өлеңдердің хаттарын біз өзіміз тірідей көрдік. Осы жағдағы бір жағынан қуантады. Өзім жеке енді бұл жалпылама ой ғой, жалпылама пікір, жеке өзім пікірім. Жастар енді қазір орысша айтқанда русло дейді, дұрыс жолмен кетіп бара жатыр деп білем. Бірақ жаңағыдай олқылықты істер, жаңағыдай танымай қалу, білмей қалу дейтін бір 100-дің бірі шығар деп үміттенеміз енді. Бірақ одан өкінішке орай кейбір жастардың шын мәнінде танымай қалуы адам қынжылтатын дүниелер. Енді әрине негативтен бастадық қой, дегенмен бүгінгі қоғамда өзіңіз білесіз, қазір міне қазақы нақыш үйдің төрінде жеті атасын ілу, ұлттық мерекелерде болса да қазақ шапан кию трендке айналып жатыр. Ұзатылып жатқан қыздарды да өзіңіз жаңа асабалық жасайсыз ғой, тамадалық. Байқасаңыз бұрындары еуропалық стильде қыздар киім көйлек киетін болса, қазір қазақы нақыштағы киімдермен ұзатылуды да трендке айналдырып жатыр. Осы орайда жастардың жалпы ұлттық құндылықтарға деген көзқарасы қандай? Жоқ әлде олардың тек қана сыртқы формада ғана ма? Жоқ әлде ішкі жан дүниелері де мынау дәстүрді жаңғырту форматында да қаншалықты олардың алға жылжуы байқалады? Осыған жеке мәселеңіз, пікіріңіз қалай? Енді біріне себеп, жаңа айтып жатсыз, тек қана бұрын наурыз айында еді ғой. Иә. Наурыздың барлық айында емес. 20 наурыз, 21, 22-сі, 23 күні кішкене ұшқындар қалады да, одан кейін ары қарай баяғы өмір жалғасып кете беретін еді. Қазір енді брендтер, қазақы брендтер дамып жатыр, қазақы киім дүкендері ашылып жатыр. Аты қазақша болғаннан кейін трендке айналып жатыр. Өзіңіз айтып жатсыз, шапандар кию деген секілді. Бұрын шапан десе есімізге түсетіні ұзын андай велюр сияқты материал. Қолайсыз адамға киюге. Басында үшкір айыр қалпақ несі бар, бас киімі бар. Шапан десе солай қалыптасып кеткен еді миымыздағы стереотип. Қазір енді көріп жатсыз, әдемі ғой, барлығы әдемі, керемет нақышта жасалған, ою өрнектері де күшті. Оны ұялмай киіп жүре беруге болады. Андай бір мен қазақылықты бір дәріптеймін деп емес, кәдімгі күнделікті киім секілді де киіп жүру керек. Енді осыдан шығатын дүние, ары қарай жаңа сұрағыңыздың жалғасында сондай киім киген жас, мысалға былай келген кезде мешітте намаз оқып жатқан кісі үстіне жаңағыдай не киеді ғой, намаз оқитын сол кезде шамалы өз-өзіне қарайды ғой, реттеліп. Басына тақия киген кезде, ой, жаман сөз айтып қоймайын, жаман қылық жасап қоймайын, өйткені үстінде киімі деген сияқты. Ана жерде де қазақи ой өрнекпен киіп тұрған киіммен бізде көшеде кейде жүріп қаламыз. Сол кезде орысша сөйлеп қалсақ, немесе бір ағылшынша бір сөздер айтып қалсақ, ей, үстінде қазақы киіммен не айтып тұрсың деген сияқты әзіл ретінде болады. Ол бірақ шынайы ішінде бір дүние бар ол жерде. Астары бар ол жерде. Өйткені сен расымен де қазақ киіммен тұрсың. Сол айтпақшы, жаңағыдай ары қарай да біз жалғасып кетеді деген ойдамын. Бір сөз бар, мода, яғни мода қайтып келіп оралады деген секілді. Бұрын 2000 жылдардағы модалар қайтадан келіп жатыр. Сол секілді біздің қазақ киім де өзінің орнына келеді. Ол ешқандай бір ай болмай қалады ау дейтін еш нәрсесі де жоқ. Өйткені стилистеріміз дейміз ба, жаңағы модельер дейміз ба, еліміздегі осы қазақи нақышта көп дүниелер жасалып жатыр. Киімге келсек те, басқа ойын өрнектеріне келсек те, мәдениетке келсек те, спорттық ойындар болса да, бәрі орнына қайтадан келіп жатыр. Асық федерациясы бар ғой, мысалы асық ойнау федерациясы бар ғой біздің елімізде, оны білмейді екенбіз. Ол қандай керемет, қазақы ойындарымызды өткенде сол тиктоктан көріп қалдым, ләңгі тебу деген. Саған ана жерде кәдімгі әлі бар екен. Ойлаған мен ләңгінің не екенін ұмытып қалып, музейде қалып қоя ма десем, анау жоқ, кәдімгідей жарыстар, сайыстар болып тұрады. Оның үстіне ол ойындар қарап тұрсаңыз бір ерекше ойындарға айналып бара жатыр. Халық банально сайыстардан, жарыстардан уже шаршағанда сияқты. Күнде көріп жүрген
мысалы өзіңіз бүйтіп футбол егер көретін болсаңыз 2014-15 жылға дейінгі футбол қызық болды да, одан кейін білмеймін бәсеңсіген секілді менің ойымша футбол, әлемдік футбол. Өйткені бұрынғы ойын қазір қатты жоқ. Қазір барлығы сол нәтижеге жұмыс жасайды. Бірден өлі тұсуда нәтижеге жұмыс жасайды. Сондай. Жалпы шоу іш пыстырарлық ойын, одан кейін жеке өзіне қатты мән беріп кетеді ғой, инстаграмына, өзінің бөлек әлеміне. Бұрын тек қана спорт, тренировка, футбол еді. Сол секілді қазірде жаңағыдай әлемдік спорт түріне қарағанда мынаяқта спорттарға қатты мән беріп келе жатқан сияқтымыз. Көкпарға кетіп бара жатыр мысалға. Әркім өзі жасай беретін болды ғой көкпарда. Туған күні болсын, баласының сүндетке отырғаны болсын, үлкен ата ағаларының мерейтойы болсын, осылай жасап жатыр. Мен жалпы құптаймын. Мына жерде мысалға домбыралар ілініп тұр. Біздің үйде де домбырамыз бар мысалға. Әкемнің сол домбыраны тартқан кезде ой деп марқайып қалатын сәттеріміз болады. Оны үйді көріп жатқан кішкентай қыздарым да мысалға домбыраның не екенін біледі. Төрде ілініп тұру керектігін біледі. Оны ойнап жерге қоймайды. Оны құндылық деп осыны білемін мен. Жалпылама айтқан кезде біз теріс қарай кетіп бара жатқан жоқпыз. Қазақылығымыз сақтаулы, мақтаулы. Оған дастарханда тұрған бауырсақ та үлкен себеп, өткені кез келген кешіміз, тойымыз, отырысымыз осы тәп-тәтті домалақ бауырсағымызбен өтпейді, бауырсағымызсыз өтпейді. Рахмет. Енді жаңа өзіңізді таныстырғанда біз айттық қой, танымал жайдарманшы, блогер, актер деп веб-сериалдардағы. Жалпы бүгін жастарға арналған тәрбиелік мәні бар деп айтайықшы. Өйткені мен өзімді жаңағы хайп жасаймын деп тәрбиесіз дүниелер жасап жатқан азаматтар да өкінішке орай өте көп. Әсіресе мына блогерлердің арасында, тиктокерлердің, инстаграм парақша жүргізетіндердің арасында әрине көпке топырақ шашпаймыз, бірақ өкінішке орай не тәрбиеге, не ұлттық құндылыққа қатысы жоқ, не болмаса теріс әсер ететін дүниелерді көп жасайды. Осы орайда жастарға арналған тәрбиелік мәні бар контенттер, дүниелер, әзілдер дейікші, қаншалықты маңызды. Ол біреу айтады, одан менің жасаған бір ғана контентімнен ұрпақ азғындап кетпейді ғой, ұрпақ өзгеріп кетпейді ғой, маған қарап қалған күн жоқ шығар деген секілді сөздерді біз кейбір азаматтардың аузынан естіп қалып жатамыз. Осы орайда осыған қатысты не айтасыз? Жастардың тәрбиесіне контент қаншалықты әсер етеді? Енді осы жалпы осы Күлтөбенің осы подкасты барлығы көрсе екен деймін, мына нәрсенің барлығын, айтылып жатқан дүниелердің барлығы екеуміздің әңгімемізде ғана емес, халыққа жету керек. Өйткені расымен де осы сұрақ арқылы өте жақсы бір іс қозғалады. Барлығы түсінеді, көреді, біледі, үйрену керек деген секілді. Қазір жеңіл күлкіге, арзан күлкіге, одан қала берсе біреудің өміріне қызығатын жаңағыдай. Жекелеп айтпай қояйық. Бір дұрыс емес өміріне қызығатын контенттер өте көп. Ажырасқан отбасылардың бақытты отбасы туралы айтатындығы ма? Осылардың көрсетілімі өте көп. Барлығы іздеп тұра ма осы нәрсені? Біз цель дейді ғой, нысанадағы аудитория барлығы осындай контентті іздеп жүретіндер болып кеткен. Оны блог әлеміндегі блогерлерді өзі сөйтіп қалыптастырып тастаған. Шымкент қаласындағы ағамыз, Серік Талас ағамыздың күшті бір фильмдер болар. Осы YouTube арнасында да шығып тұрады. Инстаграмда бөліп-бөліп, тиктокқа бөліп-бөліп салатын кездері өте күшті да. Тәрбиелік мәні бар, күшті тақырыпта түсірілетін. Жеке өзімді айтатын болсам, мен көп сценарийлерді тек қана қағаз жүзінде жазып қойдым, болды. Жазылып тұр. Менде енді күш жоқ, оны түсіретін, оны жеткізетін, жайын шейін телефонмен түсіріп тастап шығара беруге де болады, бірақ толық жетсе екен деймін да. Сапалы сол камерамен мықтылып жеткізгім келеді. Ол енді сіздің сұрағыңыз бойынша қаншалықты халыққа жетеді деген нәрсе, ол барынша енді біз күшімізді көрсетуіміз керек. Ішіндегі актерларда бір ерекше болу керек, охо деп қалатын. Қазір енді түрге жұмыс жасайды ғой барлығы. Ой, мына кісінің түрі таныс, осыны көрейік деген секілді. Орысша айтқанда лицо болу керек. Лицо болу керек. Ноунейм кісілер бірдеңе керемет дүние жасап жатса, оның 3 секундтан кейін келесі видеоға ауыстырып тастайды. Өйткені ол оны қызықтырмайды деген секілді. Ал бірақ оның айтқысы келіп тұратын ше одан кейінгі. Неге оны соңына дейін көрмейсің, ол бір керемет дүние жасайын деп жатқан шығар. Көбінесе Өзбекстандағы өзбек ағайындарымыздың видеолары қатты ұнайды маған. Өзбекше түсінбеймін қатты, бірақ көрсетіп жатқан жаңа социальный видеосы өте күшті да, мағынасы. Өз елінде керемет танымал ол кісілер.
бізге енді рэкке шығып қалады дейді ғой, сөйтіп көрген кезімізде бір таңғалып қаламыз, не деген дүние. Былайша айтқан кезде халықтың көп жаңағыдай ұшырайтын проблемалары болады ғой. Ол жастардың лудоманиясы болсын, жастардың жаңағыдай темекі дейді, тағы да не дейді, жаңағы электронный деген сияқты есірткіге құмарлық. сондай құмарлық болсын, ата-аналарға құрметсіздік деген тақырып болсын, досқа деген құрметсіздік, достың қадірін білмеу деген сияқты, жалпы көп нәрсенің қадірін білмеу секілді жаңа контенттердің жиынтығын құрастырып қойылды. Сол нәрсе негізі жақсы өту керек. Оны көрермен көріп те білу керек, және бір-біріне жіберіп жөнелту арқылы сол қателікті жасамау керек. Фильмдерде шығып жатыр ғой, сериалдарда шығып жатыр, бірақ көбісі жаңағы біреудің сол қиыншылығын көрсету арқылы дүние жасап жатыр. Оны мойындау керек. Әйтпесе неге бәрін бірден көрсетіп тастамайды, арасында бір апта салады дегендей. Енді екінші сериясын көрсең, мынаған тіркел деп көрсетеді, сол біреудің сайтты. Өте оны қайта көруіміз керек еді ғой, біз тез көріп тастауымыз керек. Сол секілді нәрселер өте көп. Жаңа айтып жатқаныңыз, енді қорытындылай келе, 2026 жылы есігін қағып кіріп жатыр. Сол кезде тынышталады ғой. Қазір той томалақ барлығында жаңағыдай отырыстар, корпоративтер дейді. Ешкімнің дәл қазір оны көруге де, оны түсіруге де уақыты жоқ. 2026-ның қаңтарында осы нәрсені түсіріп, бастап мен де дүйім жұртқа көрсеткім келеді. Бұл жерде маған просмотр маңызды емес. Ол жерде бір табатын, ол жерде дүние таппайсыз. Жалпы жасай алатын нәрсемді, және миға қонымды жұрттар осыдан бір сабақ алайық дейтін бір контентті көруіне бір себебін тигізгім келіп жатыр. Осыны жұмысты бастағым келіп жатыр. Жұмысыңыз нәтижелі болсын. Шығып жатса, әрине жастарға мен ойлаймын пайдасы болатын бір үлкен бір контент болсын. Енді сахна мәдениеті ол бөлек. Өзіңіз жайдарманда ойнадыңыз. Ол жерде айтылатын әзілдер болады, кейде қырқылып кететін әзілдер болады, оны жасыратыны жоқ. Ал енді контент жасау, парақшаңыз ол сіздің жеке мүлкіңіз, былайша айтқанда. Өзіңіз білесіз, не салсаңыз да, не жасасаңыз да. Екеуінің ара-жігі қандай? Қаншалықты алшақ, қаншалықты жақын? Қайсысы қиын, қайсысы оңайырақ болар еді сіз үшін? Қайсы сахна арқылы әсер ету молырақ па, тиімдірек па, жоқ әлде парақша арқылы жасаған тиімдірек пе? Және қайсысында тәрбиелік рөл маңызды деп ойлайсыз? Енді Инстаграм деген дүние пайда болған кезде, мен қатты Инстаграмға бірден кірген жоқпын. 4 жылдан кейін ба кірдім Инстаграмға. Ұнатпадым өйткені. Неге? Жаңағы сұрағыңызға, жайдарманға дайындаған әзілдерімізді біз 2 айдан кейін ойнаймыз. 2 айдан кейін ойнаймыз, өйткені ертең болмайды ғой жайдарман. Арасына ай салады, 2 ай салады, 1 ай салады деген секілді. Бүгін таптық бір әзілді, ал күшті қызық болды, әдемі болды. Дайындап қойық, 2 айдан кейін жаңағы қаңтар айының 28-іне 1-8-ге ойнаймыз дейсіз ғой. 1-8-ге ойнаймыз осы әзілді деп жатқан кезде, Инстаграмда жаңағы вайн түсіретіндер соны ойнап қояды ғой, көрсетіп қояды. Ай, қабат деген айдап. Еш болмаса текстті салып қоятындар бар дейсіз. Барлығын жазылып қойған нәрселеріміздің көбісін өшірген сәттеріміз болды. Бір 10 әзіл жазып қойсақ, 7-еуін өшіріп тастаймыз. Өйткені дәл сондай болмаса да соған ұқсас дүниені Инстаграм қолданушылар түсіріп қояды, немесе айтып қояды. Оны сен дәлелдей алмайсың, мен шығарғам дегенді. Оны ойнағанның өзіне плагиат болып есептеліп қалады. Өйткені біз 2 айдан кейін барып тұрмыз. Енді екеуінің айырмашылығы, телефонмен түсіретін жаңа контент жасау ол оңай. Өйткені шатасып кетсең, өшіріп тастап басына түсіресің, монтаждай аласың, музыка қоя аласың, әдемі жеткізе аласың оны. Ал сахнада дәл қазір, дәл осы сәтте ғой, қателеспей 2000 адамның алдында ойнап шығу керек. Сахна қиын. Бәрібір сахна қиын болады, өйткені сонша уақыт дайындаласың, әрең дегенде жетесің, редакторлық жұмыстар оны алып тастайды, оны қайттан дәлелдеп шығасың қаншалықты мықты екенін, оны сосын халыққа жеткізу. Мен енді дәл қазір бір халыққа бір ой салатын, бір әдемі контент туралы айтып жатқан жоқпын. Жалпы әзілді, кез келген әзілді сахна алдында ойнап шығу деген секілді. Біздің енді менің өзімнің жеке жанрымда, жеке стилімде біз кәдімгі қалжың бас дейміз ғой, дәл сондай әзілдер ойнадық. Біз қатты бір халыққа бір ой салатын бір әзілдеріміз қатты болды деп айта алмаймын. Болған арасында, бірақ әзілдеріміздің көбісі осындай қазақ қалжың, сондай нәрселерге жасап келдік. Екеуінің айырмашылығы осы, әлеуметтік желілердегі оңайшылығы осылай.
ал екеуінің несі жаңа сұрадыңыз ғой, қиыншылығы. жоқ қиыншылық емес, халыққа жетуі қаншалықты деген секілді. Енді бір видеомен 7-8 миллион просмотр жинағанымыз бар, ал бір жаңа сахнадағы немен 2000 адамды ғана көрсете аласың. Қамтимыз. 2000-3000 адамды қамтисыз мына жердегі видеомен. Әлеуметтік желіде бір видеоның өзінде 7-8 миллион, 1 миллион болады, 2 миллион болады деген секілді. Ең көбін айтып жатырмын. Ең кем дегенде 10 мың 15 мың адамды сол видеомен көрсетілім жинай аласың. Осы араға Интернет бәрібір үлкен алып күш дейсіз ғой. алып күш, әрине. Интернет деген қазір қатты дамып кетті. Қазір енді жайдарманды, сахнаны кішігірім тоқтаттық. Тек қана осы жұмыс жасап жатырмыз Инстаграммен. Инстаграмда контенттер жасауымыз, жұмысымызды съемка, фильм түсіру деген секілді жаңа өзіңізде таныстырғанда айтып жатсыз. Көбінесе сценарий жазу менің жұмысым, ал тікелей жұмысым дәл қазір менің жарнама. Өзімнің жеке 2-3 жобам бар, сол жерге жарнама жасаймын. Алып күш деп жатқаныңызға бір қосымша, жарнамасыз болмай қалды қазір. Инстаграмдық, тиктоктық жарнамасыз мүлдем болмай қалды. Бұрындары тек қана аты бар дүкендер шығатын еді, қазір тіпті базарымыздың ішіндегі бутиктердің өзі шығып жатыр да. Өйткені сауда тек қана интернетпен болып жатыр. Көбісі әлеуметтік желіден тапсырыс береді, Қытайдан деген секілді, немесе Каспий магазин деген секілді магазиндер көп қазір. Сол жерден алған дұрыс қой дейді. Сапалы келеді, таза келеді деген секілді. Ешкім киіп көрмеген мысалға ол киімді. Және ұнамаса қайтарып бере салады дейсіз ғой. Ол да бар. Ең бастысы көбінесе әсіресе қыз келіншектер почтамен келген дүниені бүйтіп пакеттен ашып алғанды жақсы көріп тұрады. Ол ерекше өзіне бір сезім әдемі. Эмоция сыйлайды. Бұрын аналарымыз базарға барып, айналып қайтқан жақсы көреді ғой. 7-8 сағат жүріп 1-2 киім алғанды жақсы көреді. Қазір сондай болып кетті деп ойлаймын мен. Анпакинг жасап, жаңағыдай бүйтіп видео түсіріп қойып, кішігірім үйдің жеке блогері болады. Сонысы мен қызық деп ойлаймын. Қыстың күні қош далаға шықпай қойын, көшеге шықпай қойын деген секілді. Интернетте алып күш қазір, интернет көп нәрсені шұғып тастап жатқан да жағдай бар. Енді осы жерде көрерменге жалпы өтімді сапалы, мен әзілдемей ақ қояйын, контент қандай форматта болса да, жалпы контент жасау үшін қандай критерийлер болу керек? Мен үшін бірінші мынау тұру керек, екінші мынау тұру керек, үшінші мынау тұру керек дейтін өлшем бар ма өзіңізде? Менде бар, жеке өзімде бар. Мынаны жасаймын, мен мынаны жасамаймын деген сияқты. Мысалы, өткенде боксшы Жәнібек Әлімханұлы айтты ғой, мен букмекерлермен мүлдем жұмыс жасамаймын және маған бәстігуге шақырмаймын деген секілді. Сіздің қандай жеке өзіңіздің ұстанымдарыңыз бар? Қазір менде енді 80 мыңнан астам оқырман бар да. Маған тіпті 5 мың оқырман бар кезде шыққан букмекерлік кеңселер. Азғырғанда енді күшті азғырады. Не деген сума? 5 мың оқырманы бар адамға анандай сума деген өте көп. Бірақ Аллаға шүкір, әкемнің, жалпы әулетімнің тәрбиесі ол нәрсеге бір қызығып та көрмеппін, жасамақ түгілі. Қызығып, мәссаған мынандай ақша алсам, мынандай болып кетеді екен ғой. Бұл жер мынандай ақша берсе, осыншама контент жазсам, қосып, бүйтіп көбейтіп, 3 миллион теңге болады екен ғой, 10 миллион болады, тіпті ойлап та көрген. Тіпті оны сізге біреу сообщение жазатын болса, инстаграмыңызға, сіз оны көре аласыз, бірақ ашпауыңызға да болады мүлдем. Ол кісіге көрінбейді, сіз оқыдыңыз ба, оқымадыңыз ба, мен оны тіпті ашпаймын да. Біріншіден осы, екіншіден халал орталықтар болса болды. Жаңағыдай ішімдіксіз, ас мәзірі дұрыс болса, сондай бір кафе, ресторандар болатын болса, ол екінші критерий осы. Жалпы осы. Үшіншісі, халыққа пайдасы тиетін дүние болса болды. Қазір айтпесе, жаңағы не дейді, трейдинг дей ма, консалтинг компаниялар дей ма, ондайлар да бар. Жаңағы тендер деген секілді, соны үйретеміз, бірдеңе қыламыз, коучпыз, адамның жаңағы психология, оны түсініп алуым керек мен толық. Ол қаншалықты адамға керек? Ол арқылы адам мен жасап жатқан жарнамамнан біреу көріп ол пайда таба ала ма? Немесе құлдырай ма отбасымен бірге соған кіріп кетіп, жаңағы пирамида деген секілді, немесе жаңағыдай күшті нәрсе үйретеміз деп сол кейін үйрене алмай қалса, ол да зиян нәрсе. Бірден байып кетудің 5 әдісін үйретемін деп жаза салатыны бар ғой. Жалпы осы ең бастысы халал болса, бірақ маған көбінесе киім магазиндері, ресторандар жаңағыдай халал,
осылар ғана шығады негізі. Сұлулық салондар дейді қыз келіншектерге, машиналардың жаңағы СТО дейді, детейлинг орталықтар, осындайлар жазады. Ол уже білетін сияқты халықта. Бұл балаға ол нәрсе ұнамайды, мына нәрсе біздікі ұнайды деген секілді. Мынандай бір қазір байқасаңыз тенденция қазір жастардың арасында өте көп жүріп жатыр. Енді мысалы биылғы жылды қарасақ, жұмысшы мамандықтар жылы деп жатыр ғой мемлекет басшысы. Бірақ кейбір азаматтар қазір қара жұмыс істегісі келмейді. Яғни ақшаны адалынан тапқысы келмейтіндер бар. Кейбіреулер TikTok арқылы контент түсіріп тез байып кетемін деп ойлайтындар да бар. Instagram жүргізсем, жаңағы өзіңіз айтпақшы түрлі букмекерлік компаниялардың болмаса басқа да алкогольді өнімдерді жарнамаласам, маған ақша төлесе күнімді көрсем болды дейді. Кейбір азаматтарға сұрасақ, мен қалай болмасын күнімді көрсем болды, ода сенің не шаруаң бар деген секілді айтпаса да жүз айтып тұрады. Мен ең бастысы бала шағамды бағып жатырмын ғой, отбасымды асырап жатырмын ғой осындай табыстармен деген секілді сөзді айтқысы келеді. Сондай өмірді көрген, жылтырақ жарнамаларға алданған жастарымыз жылдан байып кеткісі келеді. Жаңа өзіңіз айтпақшы, жылдан баюдың 5 әдісі. Біз енді дін емесіміз ғой. Біздің жалпы кездесулерде кейбір жастар байып кетудің дұғасы бар ма деген секілді сөздерді сұрап жатады да. Ол енді дұғаны азаннан кешке дейін оқып жатқанмен екі қолын қимылдамаса адам ешқашан күнін көре алмайды ғой. Міне осындай жастардың не дейді, менен бір ауыр айтқым жоқ, бірақ масылдық осындай бір тенденциясының болмаса санасының оянуына не түрткі болды? Мүмкін сол біз айтып жетілген блогерлердің жылтырақ жарнамасы осыған әсер еткен жоқ па екен? Негізі осы нәрсеге біз де кінәліміз негізі. Контент үшін және клиентіміз үшін күшті көрсетеміз көп нәрсені. Жеке өз өмірімізден емес, дәл сөйтіп өмір сүріп жатқан сияқты көрсетіп қоямыз да. Міне қараңыздаршы, қандай керемет демалыс орны, мынандай бассейні бар екен, мынандай несі бар екен, күшті тамақтары бар екен. Енді көріп отқан адам күнде сол деп ойлайды өмірді. Саған күнде мынандай сиырдың стейгін жейді екен, күнде осындай тамақ жеп отырады екен, күнде осындай демалыс, күнде осындай демалыс аймағы, бассейн деген нәрсемен ғой. Ол маған ғана тіркелмеген ғой. Сондай бір 10-15 адамға тіркелсе, мен бір күн демалсам, дәл солай. Менің ары қарай өмірім үйде ғой. Екінші ана баланың, ана қыздыкін көреді. Одан кейін тағы бір блогердікін көреді. Сөйтіп келіп, блогерлік өмір осындай екен ғой. Біз енді контентіміз үшін бір күнімізді солай жазаймыз енді. Өйткені біздің жаңағы тапсырыс беріп отырған адамымыз расымен де сондай бір ерекше демалыс сыйлап жасап береді. Бір жағынан сол нәрседе бар, біздің де күнәміз бар. Жастар соны көріп отырған кезде, міне, бұл да мен сияқты адам ғой, мен де осылай өмір сүруім керек қой деген ой қалыптасады. Қара жұмысты ұмытады. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, әр суббота ұзын сыпыртқымызды Айген дейтін пакетке салып алып баратынбыз бізде. Күрек апаратынбыз мектепке барып. Ол жерде бізді қатты мұғалімдеріміз бүйтіп қара жұмысқа салып қоймайды. Ең бастысы түсінсін дейді, білсін, әрбір бала өзінің елін, мектебінің, аймағын, қаласының жан-жағын тазалауға міндетті. Одан біздің еш жеріміз түспейтін, бір еш жеріміздің бір жұрттар бір көріп, неменен ауласып жүрсіңдер демейтінін түсіндірді. Бәріміз бірге барып сол нәрсені жасап жүрдік. Жаңағыдай масылдыққа алып келеді деп жатқаныңыз рас, ол мойындаймыз ол нәрсені. Көбінесе осы блогерлердің сондай жасап жатқан дүниесінен болып қалады. Сосын қазір оңай қылып тастады ғой барлығын. Жасанды интеллекттің де тағы да бір кері тұсы бар. Танымал блогерлерді, айтпаған блогерлерді аузын жыбырлатып айтқызып, осындай дүние жазсаң байып кетесің, оны мына мен айтып отырмын, сен жақсы көретін осындай блогерің деген секілді дүниелер де қалыптасып кетіп жатыр. Сол нәрсені көрген енді кез келген жас айтады ол нәрсені. Ол шартты рефлекс кәдімгі. Мәссаған мыналар жасап жатыр, мен де жасай аламын деген секілді. Сол үшін біз кейде еріншектік басады, кейде отбасылық жағдайларда болады ғой, жасағымыз келмей қалатын, әлеуметтік желіге шықпай кететін, арасында бір шыққан кезде сондай бір ерекшелігімізбен шығып қаламыз да, бәрін сөйтіп үлкен бір леп белгісінде ұстап қаламыз. Мәссаған мынау өйстіп өмір сүреді екен ғой деген секілді. Сол үшін шынайылық көп болу керек деп ойлаймын блогерлерде. Өзімнің досым бар, Ақтау қаласында тұратын, Боранқұл дейтін ауылда тұратын Нұрбол Сагидуллин дейтін досым бар еді. Досым бар. Қазір Ақтау қаласына көшіп кетті. Сол ауылда тұратын кезде нағыз күнде не істейтінін түсіріп отырады да, риза боламыз кәдімгі. Түйені бүйтіп астын тазалап атқан, қойларын санап құлап әбір жеп атқан шынайы көрсетеді. Ол ойнатпайды.
ботасын тауып алып көшеде мә деп жынданып жүрген таза солай көрсетіп беретін ондайлар көп қазір ауылда тұратын кісілер. Ауылда жаңағыдай бір екі видеосы қатты кеткеннен кейін сол өмірді сол инстаграм әлеуметтік желісіндегі контентін сол бойынша жасап кетіп жатқан блогерлер де көп. Оны бірақ көрмейді ғой жастар. Вообще ауылды не істеймін, и так ауылда жүрмін ғой, қаладағы пәленше дейтін блогерді мынаны көрейін ананы көрейін деген секілді. Көбісі қазір блог жүргізіп жатқан блогерлер жақсылап әдемі көтеріп келеді да бірдеңе ашады ғой, ресторан ашады, магазин ашады, фастфуд ашады деген секілді. Соған да қызығады. Мәссаған кеше ғана вайн түсіріп жүрген бала 3 жылдан кейін фастфуд ашып жүр, мен де соған кетемін деген секілді алданып қалып жатады. Енді алданбайды, ол оны біреу алдады деп айта алмайсың, жеңіл деп ойлайды сол нәрсені. Жеңіл қол жеткізген сияқты көрінеді, бірақ оның артында көрінеді. қаншама еңбек жатыр дейсіз. Мысалға Азиз досым бар, аюфуд фастфуд орталығы. Ол мен білем, жеке қасында жүргеннен кейін ол оп-оңай оған келе салған жоқ. Барлығының ойында, барлығының санасында ол вайн түсірді, видео түсірді, ананы түсірді, мынаны түсірді, 3-4 жыл жүрді. Алматы қаласына барып, ННН дейтін блогерді білесіздер, солмен түсірді да үйіне келді да аюфуд фастфуд орталығын ашты. Барлығының ойында сол. Жоқ, ешқандай да. Ол өте үлкен қарыздарға кірді ол жігіт. Көп адамдармен танысты, көп адамдар пайдаланды, көп адамдар бұны пайдаланып кетті, көп адамдар үсті-түссіз жоғалып кетті бұл кісіні пайдаланып дегендей. Солай ашылып жатқан дүние да. Ол арасында Азиз жеке өзім қалыз, бека ойыңды қос, мен аюфудты жабайын деп жатырмын деген сәттерде болған мысалға. Енді ашылып бастаған кезінде да. Әрең дегенде бүйтіп жаймен оп-оңай емес ол нәрсе негізі. Ешқандай да. Ол жаратушы Алла тағаламыз ешкімге бүйтіп бұрдым мә деп бақ бере салмайды. Күрек береді, қармақ береді, содан кейін барып басталатын дүние ғой. Балық береді дейсіз ғой. Енді сіздің әлеуметтік желідегі оқырмандарыңызды жалпы білеміз, өзіңіздің де әлеуметтік желідегі жүргізіп жатқан шараларыңыздан бәріміз хабардармыз. Соның бірі қайырымдылық шараларына өте белсенді қатысасыз. Осындай шаралардың қоғамға ықпалы қандай? Енді өзіңіз мониторинг жүргізесіз ба? Ол контенттер қанша адам қарайды, қанша адам қолдау білдіреді? Қазір өкінішке орай соңғы жылдары мынау кейбір блогерлердің теріс әрекетінің салдарынан қайырымдылықпен айналысатын азаматтарға да сенім азайып бара жатыр. Астына хейт жазатындар бар ма жаңағыдай, боқтап, жаман сөз, сендер үйтіп жатсыңдар, бүйтіп жатсыңдар дейтіндей, жоқ әлде барлығы қолдай ма? Және қайырымдылықтың жарнамалауды, соны сіздердің әлеуметтік желіде контент қылып көрсетулеріңіздің қоғамға қаншалықты оң және теріс әсері бар? Енді барлығы білетін, өзіміз енді Жайдарманда жүргеннен кейін, Жайдарманда ағаларымыз өнер қырандары, сол кісілердің ерекше бір несімен харекет қоры деп басталды ғой бір қор. Кезінде логотип басқа еді, қазір енді үлкен әскерге айналды, армияға айналды. Барлығының өздерінің оқырмандары бар деген секілді. Жаңа айтып жатқан алаяқтықпен айналысып кеткен блогер деп те жатсыз. Ол кісілермен де жүздесіп қалған кездеріміз болды. Кәдімгідей ол кезде ешнәрсе білмейміз, деп дастархандасып болып ол кісіге өз рахметімізді айтқан кездерде болды. Кейіннен кішкене сескеніп қалдық деген секілді. Енді үй табыстау көбінесе. Үй табыстау. Бұл жерде толығымен тексеріледі. Жеке оның өзінің адамдары болады. Әр қалада, әр жеке мекендерде өздерінің доверенное лицо дейді ғой, сондай кісілер болады. Ол кісілер тексеріп шығады екен, 1 айлап, 2 айлап. Бұл кісілер расымен де мұқтаж отбасы ма, расымен де үй алу керек пе, отбасы қандай, бала шағасы қандай, ауырып қалған балалар бар ма деген секілді. Солай тексеріп барып, барлығынан өткеннен кейін 100% табысталады деген кезде ғана бізге шығады екен, блогерлерге. Бір кісіні көріп қап, киім онша емес екен, үй жоқ екен, жүріңіздер деп түсірмейді екен, 1 айда, 2 айда әбден тексеріп шығады. Сосын өйткені бізге де халықтан жаңағыдай өзі айтқанда хейт керек емес қой. Аллаға шүкір, ештеңе жазылмайды ондай. Барамыз, ол видеолардан біз бір пайда көреміз демейміз, ештеңе де жайған шейін түсіп берсек, бізді қайта таңдап тұрғаныңызға рахмет дейміз. Біз арқылы беріп, әйтеуір Түркістанның баласы екен, Түркістанның бір отбасыға сен арқылы табыстайық дегенге рахмет дейміз да, барып табыстайтын сәттер болады. Одан біз рухани байымыз кәдімгідей. Мына бала шағаның жылап қуанып жатқанын көрсеңіз, қандай үйде отырған көріп өзіміз тәубеге келеміз. Кәдімгі мына жерде бүгін кешке жақын осындай тамақ па не деп қалатын кездерімізге өкініп қалған сәттер болады. Сорпаға рең жетіп отырған отбасыларды көрген кезде.
жеке астымызға жаңағы комментариімізге жекемізге шығып алаяқсыңдар осындай деген еш нәрсе жоқ, аллаға шүкір. Мен соған қуанам. Әйтеуір аман есен болса екен, бітсе екен. Бірақ керісінше мен де осындай отбасы едім, көмектесіп тұрыңызшы деп көптеген смс-тер келіп жатады. Жаңағы нөмірді береміз, жергілікті доверенное лицо дейді. Сондай кісілердің нөмірін береміз, хабарласыңыздар, осы кісімен байланысып отырсаңыздар, иншалла болып қалады деген секілді. Оң немесе кері болып қалатын жағдайлар бола ма десеңіз, ақыл есіміз дұрыс қой. Кіммен қалай жұмыс істеу керектігін білеміз. Басқа бір кеше ашылған бір қор келетін болса, мен тоқтататын едім. Жоқ, кешеңіз ешнәрсе білмеймін, ешнәрсе көрген жоқпын сіздерден, ештеңе айта алмаймын. Ондай сәттерде болған, жазады, маған көмек керек еді баламның еміне деп. Жарайды, балаңыз нөміріңізді беріңіз, нөміріне видеомен звондайын деймін. Документтеріңізді көрсетіңіздер, баланың өзіне жеке өмірде барып көрейін, көзімді жеткізейін деген сәттерде телефондарын алмай өшіріп тастайтын жағдайлар болған. Міне сол кезде мен бірден білем, бұл демек мошенник айналысып біреулер. Неге ол көрсетпейді? Неге ұялады? Ақша алуға ұялмайды да, бірақ түрін көрсетуге ұялады деген кезде мен бірден тоқтатамын. Ондай сәттер өте көп болған. Айта беруге де қорқасың, өйткені ол кісілер де ертең расымен де сондай болып қалса ше, шынымен камерадан қорқам дейтін. Бірақ мұқтаж. Ал халыққа мен сендіруім үшін міндетті түрде түсіруім керек, көрсетуім керек. Міне, мына отбасы деген секілді. Осындай жағдайлар болады. Енді жастар қазіргі таңда мынандай бір тенденция бар. Бір ақпаратты танымал адамдар жариялай салса, айта салса, бәрі оған ақиқат деп сенеді. Бірақ кейде түбін тексеріп қараса, ол ақпараттар дезинформация болып шығып жатады, фейк болып жатады, жаңағыдай опық жеп жатады. Кейбір танымал адамдар ертесіне кешірім сұрап жатады, видеоларда қазір әзіл болып кетті, жаңағы былайша айтқанда прикол болып кетті ғой. Бүгін бір нәрсе айтып жатыр, ертесіне кешірім сұрайды қоғамнан, ойбай кешіріңіздер, мен дұрыс айтып жатырмын деп. Осы орайда өзіңіздің тыңдармандарыңызға, біздің мынау Күлтөбе студиясының тұрақты тыңдармандарынан деп айтайықшы, фейк ақпараттардан қалай сақтану керек, қалай ажырату керек, осыған қатысты лайфхак, былайша жастар тілімен айтқанда лайфхагыңыз болса бөлісе кетсеңіз. Ол қиын нәрсе негізі. Мен қалай одан қорғану керектігін де білмеймін, қалай оны рас өтірігін, ара жігін қалай ажырату керектігін де білмеймін. Өйткені менің видеоларымды да киноға түскен кездерімізде менің Түркістан жігіттері осындай деген бір сөзім бар екен, соны алып осы бір жағдайға қосып таратып жіберген екен бір видеоны қайбір жылдар Түркістанда. Ол кісілер маған ренжіп келді, сен осындай видео жасапсың, мен жасаған жоқпын ол видеоны, бірақ менің видеом түрім тұр ғой енді. Ойбай аға дедім, мен мына видеода мына жері ғана менікі, ары қарай монтаж кім жасағанын білмейді екенмін. Бір 2-3 жағдай болған, сондай өте қиын жағдайға қалып кеткен кездерім. Бір кісілердің сөйлеп тұрғанына мен мына жақта видеомды қосып екеуін қарама қарсы менің видеомен ананы қосқан кезде ана кісінің жеке өзінің абыройына нұқсан келтіретін сәттер болған. Ал бірақ мен ол видеомен ана кісінің сөйлегені екі күнде болған нәрсе да, мысалға. Сондай сәттер өте көп болады. Ал қазір тіпті қорқынышты. Түрімді қойып қойып, жасанды интеллектпен мен, ой, құрметті достар, футболға ақша тігіңіздер, осындай қылыңыздар деп оп-оңай болып қалған қазір. Сөйтіп, оны көрген адам міне, бека мынаны осындай деп жатыр. Әрине жасаймыз, өйткені бұл бека ғой біздің Түркістандағы деген сәттер болу әбден мүмкін қазір. Ол нәрседен қорқамыз. Ал одан қалай құтылу керек, қорғану керек деген нәрсеге мен білмеймін, не жасауға болатынын. Егер де ол ең дұрысы соңына дейін тексерген дұрыс шығар мүмкін. Көбінесе жастар білмейді, қалай тексереміз оны деген сияқты. Бөлісіп жатады да, біреулер мысалы сіз салдыңыз, 5 минуттан кейін сол информацияны 4-5 адам бөлісіп тастайды. Ертеңіне оның бәрі де кінәлі ғой, жалғыз сіз кінәлі болмайсыз ол жерде. Енді ол кезде бізге жіберіп тұрады, сен ба деп. Сол кезде менің енді қимылым менен ғана болу керек қой, мен оны өзім салуым керек та, түсіндіріп айтуым керек. Достар, мынау мен емес, осылай жасап жатыр екен деген секілді. Алғашқы қадам менен болу керек. Негізгі ол нәрсенің дұрыс емес екенін сіз біліп тұрсаңыз, сіз ол нәрсені мүлдем қолданбасаңызшы. Өйткені көбінесе букмекерлік кеңселерге пайдаланады ондай нәрсені, ақшаға байланысты, жаңағыдай қарыз бер, бірдеңе бер деген сияқты, зайым деген сияқты. Одан бөлек тағы да не бар? Жаңа нашақорлық істерге байланысты, ойбай осындай нәрсе. Саяси мәселелерге де қолдану мүмкін ғой жаңағы. Ол да мүмкін. Ондай кезде жарайды, егер де мені солай жасап жатса, маған жіберіңіздер жеке өзім. Мынау сен ба деген секілді. Ең әдемі лайфхак сол дейінші.
өзіме жеке болмаса парақшама кіріп көріңіздер дейсіз ғой. Негізгі бұл ақы менен шықты ма шықпады ма? менің парақшама кіріп кете алмайды ғой, кіріп кете алатын жағдайлар да бар шығар. Жоқ, сіздің контентіңіз, парақшаңыз бар ғой, жаңағы 80 мыңдық оқырманы бар. Сіздің не жарияланған, жарияланбағанын көріп отырамыз ғой мысалы. Соған кіріп салыстырып көру керек, мынандай Бекұлан бүгін андай нәрсе жариялады ма деп. Сол шығар ең ыңғайлы, оңай жолы, оңтайлы жолы сол шығар. Өйткені мен жеке өзім саяси жаңағыдай букмекерлік кеңселер, арақ-шарап дүниелері, осындай десем мүлдем салмаймын. Менің контентім жеке әзілге байланысты, әзіл форматына байланысты, сериалдар, киноларға байланысты, жалпы жастардың жақсы көретін дүниесіне байланысты дүниелер жасап жатқан қазіргі таңда. Мен жаңа айтқандай 2026 басында осы әлеуметтік маңызы бар видеолар түсіргім келіп жатыр. Олардың сценарийлері дайын бар, тек қана бісміллә деп бастасақ қана болғаны. Жалпы мен осындай дүниелермен айналысам, сізге жаңағыдай кері тартпау ұнамайтын дүниелер болатын болса, ол мен емес деп ойлаймын. Иә. Енді негізгі кезеңнің соңғы бір сұрағы болсын. Қазір жастар әлеуметтік желіде уақытты көп өлтіріп жатыр. Жасыратын жоқ. Инстаграмға сағаттап сүңгіп кетеді, тиктокқа сүңгіп кетеді. Өкінішке орай ондай нәрселерді біз көп кездестіреміз. Жалпы әлеуметтік желіні тиімді пайдалану және уақытты дұрыс пайдалануға қатысты өзіңіздің бір пікіріңізбен бөлісе кетсеңіз. Мен именно дәл осы сұрағыңызға жауап бере алмаймын, Мәке. Өйткені өзімде өте көп әлеуметтік желіде өте көп отырамын. Енді мен жоқ, сіз контент жасап отырасыз ғой. Біреулер жай ғана прикол көріп отырады, сағаттап отырады, жай ғана жаңа әзіл көріп, соны өзіңіз айтпақшы жылтырақ блогердің өміріне қызығып, аузынан су ағып, соны талқылап, соны жаңа не дейді, отырыстарда, той томалақтарда әңгіме қылаттарға да мен кейде ырза боламын. Анау ажырасыпты ғой, мынау қосылыпты ғой, анау бүйтіпті ғой деген сияқты. Міне сондықтан мен сол нәрселерге жастарға бір кішкене өзіңізден бір достарым, таныстарым бар, ағаларым бар. Инстаграмға кірмейді екен, ол кім деп қалған кезде ана кісіні көріп бір қуанып кетемін ғой. Мен сіз болғым келіп тұр деп. Өйткені ол кісінің миының қандай тынықтығын мен түсінемін. Бірден біліп қоямын. Тиктогіне сәй деп тұрады, ондай бар ма деген секілді кісілерді көретін болсам. Кім ол деп па? Иә, ол кісілер бақытты адамдар былай келгенде. Ол кісілер тек қана үйінде теледидарды ғана қосып қойып көретін кісілер ғой демек. Жаңалықтарды көріп отыратын. Жалпы кәсібім бар, анандайға кірмеймін, өздерің шеше беріңдерші дейді. Ресторан иесі бар, таныс ағамыз. Сол осындай бір кісі келе жатыр. Қонақ қылып жіберейік дейміз ғой енді ресторанға. Танымаймын, білмеймін, көрмедім дейді. Біз блогерлерді айтамыз көбінесе. Сол секілді енді пайдаланбаңыздар деп нақты нүктесін қойып айта алмайсың. Бұл енді ақпараттың, информацияның тез қабылдайтын, тез жететін жері қазір әлеуметтік желілер. Одан қалып қойсаң, кәдімгідей қалып қойын деп тұрсың, заманнан қалып қойын деп тұрсың, барлығы соның ішінде болғаннан кейін. Бір ғана нәрсе айтарым бар, қазір уақыт өзі өте аз кетіп жатыр. Бұрындары бүйтіп есептейтінмін, енді қазір намаз арқылы айтты деп түсінбей қалмасын, асыр намазы мен ақшам намазының арасы 2 сағат болатын бұрын. Қазір қарасаңыз 1 сағат 15 минут сондай ғана. Жаздың күнінде қысқарып кеткен, жазда да 2 сағат емес. 2009 сол 2008 жылдары бастап оқыдық қой. Сол кездері арасы 2 сағат болатын. Ол 2 сағат сосын 7 сағат сияқты ұзақ болатын, кәдімгі жете алмай кететінбіз. Қазір 1 сағат 15 минут, 1 сағат 20 минутта болып қалып жатыр да. Соған қарағанда міне уақыт өте тапшы қазір, уақыт тез өтіп жатыр, өте жылдам өтіп жатыр. Соны үнемді пайдалану керек. Білмеймін, будильник қойып қоясыздар ма, немесе таймер қойып қоясыздар ма, осынша уақыт отырамын, осыдан кейін тоқтатуым керек, жұмысымды, шаруамды жалғастыруым керек деп қойып қою керек секілді. Енді мен өзімді айтып жатқан жоқ, өзім олай жасап жатқан жоқ. Бәрімізде мүлдем пайдаланба демейміз, но уақыты режимі болса, уақытымен пайдалырақ болады деп жатқанмыз. Зомби қылып тастап жатыр былайша айтқан кезде, ананың ішіне кіріп кетіп, жақсы нәрсе алып келмейді ғой ешкім, жақсы нәрсе алмайды ішін. Сонша отырған кезде ажырасып кетті ғой, естің ба? Ол өйтіпті ғой, ол бүйтіпті ғой. Бүйтіп айтыпты деп қозғайтындар бар. Негативті ғана көреді. Бір күшті қызықты ақпарат көрінбейді, өтіп кетеді ондай нәрседен. Сол үшін жаңағыдай уақыт қойып қою керек сияқты, определенный бір уақыт. Және ең қажетті пабликтерге тіркеліңіздер, ең қажетті адамдардың ақыл айтатын, бір ой айтатын, бір өміріңізге керекті бір дүние айтатын пабликтерге, адамдарға тіркеліп қойғандарыңыз дұрыс. Абылай жылтырақ дүниелерді, сайқы мазақтықты, қатты бір керек емес дүниелерді бұлай-ақ естіп-ақ таңғала бересіздер, өзі сондай заман ғой. Рахмет. Енді Беке, біздің жалпы сұхбаттың, подкасттың бір ерекшелігі блиц сұрақ деген айдар бар.
ол сіз үшін тосыннан қойылатын сұрақ. күшті осындайға қатысқым келіп жүреді өзім блиц сұрақтарға. Жаңағы өте қысқа сұрақ және қысқа, нақты және шынайы жауап болса, иә? Кеттік. Сіздің соңғы оқыған кітабыңыз. Я выбрал бы жизнь Терри О'Коэн. Сіз үшін еліміздегі топ 3 не болмаса сыйдыра алмай жатсаңыз, топ 5 жайдарманшы. Жайдарманшы ма? Бауырым Ұлан Мықтыбек, байдың балаларында ойнаған. Целый Бекзат Дүйсенов, Казгу университеті, Ұлттық құрама. Еркебұлан Мырзабек, өзіміздің түркістандық. Мен осы сұрақтан қорқам, бірақ бәрі достарым ертең тоймай келмей қалатын сияқты. Назар аудар, аралас, көз тимесін, Техас, ойбай, бәрін айта берейін ертең, ағаларым ұрсып берді. Ал барлығы жайдарманшыларды бөліп жүрмей, барлығы күшті. Егер сіздің жасаған контентіңіз адамдарды күлдірмесе, бірақ ойландырса, бұл жеңіс па, әлде жеңіліс па? Ойбай, жеңіс бұл. Сіз үшін контенттің қай жағы маңызды? Негізі күліп тұрған смайликтер болса күшті. Еліміздегі сіз үшін топ 3 рухани тұлға деп кімді айта алған болады? Қазіргі или бүкіл әлем бойынша? Еліміздегі, біздің еліміздегі. Еліміздегі ма? Мұхтар Шаханов, ол кісінің баяғы кітаптарын көп оқимыз. Одан кейін кімді айтсам болады? Қазіргі таңда дедіңіз, иә? Қазіргісі бар. Тәуелсіздік алғалы бері былай қарай алғанда. Блиц болмай қалды ғой. Тек басқа неден бола беретін болса, Шәмші Қалдаяқов. Рухани сала ғой, барлығы мәдени, дін. Өйткені ол кісінің музыкалары, қалай деген сұрақ қоямын, қалай, ол ештеңе жоқ, телефон жоқ, компьютер жоқ кезде андай дүниелер жасау деген секілді. Сосын негіз бар көп. Тағы да кім? Жаңағыдай жайдарманшылар, топ 3 жайдарманшы деген секілді, бұл жерде де барлығын сыйдырғым келіп отыр. Біреу қалды енді сонымен түйіндейміз. Сұрағыңызды басынан жай қойыңызшы, сол кезде есіме түседі. Жалпы рухани саладағы сіз үшін жұмыс жасап жүрген, жасаған топ 3 адам. Нұрсұлтан Рысмағамбетұлы. Уағызшы, жалпы қазіргі жастардың арасындағы діни контентке белсенді адам. Уағыз ретінде емес, ол кісіні басқаша тыңдаймын мен. Ол кісі тарих шежірені айтып келе жатырған сияқты тыңдаймын ол кісіні. Рахмет. Құрметті тыңдармандар, құрметті оқырмандар, бүгін біздің студиямызда Бека Түркістан атымен танымал блогер, жайдарманшы Бекұлан Жолдықожаев болды. Үлкен рахмет Беке, уақыт бөліп біздің сұрақтарымызға жауап беріп, оқырмандарға, тыңдармандарға құнды, мен ойлаймын, бір ой саларлық, сапалы ақпарат шықты ғой деп. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.